Так, бүгін қазақша контент жалғастырамыз, жүрек сырларын. Бүгінгі тақырып сабырлық пен ауру сырқау. Алла тағала былай деген: Алла сабырлыларды сүйеді. Сабырдың бірнеше түрі болады. Біріншісі Аллаға құлшылықта сабырлы болу. Екінші, Алла тағала арам қылған нәрселерден сақтануда сабырлы болу. Үшіншіден, кесел-кесапатқа, қиыншылыққа тап болғанда, әсіресе кесел-кесапаттың алғашқы сәттерінде сабырлы болу. Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалям былай деген риуаяты етілген. Алла тағала былай деп айтады: егер бір пендем басына бәле келгенде маған сыйынса, тілек тілесе, оған беремін, дұға қылса, дұғасын қабыл аламын. Егер бір пендемнің басына бәле келгенде маған емес, мен жаратқан біреуге не бір нәрсеге сыйынып, одан жәрдем сұраса, ол пендеме аспанның барлық есіктерін жауып тастаймын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям былай деген: кім бір түн бойы ауырып, оған сабыр қылса және Алла тағаладан разы болса, күнәларынан анасы туған күндегідей тап-таза болып арылады. Демек, ауырғандарда денсаулықты аңсай бермеңдер деп айтқан екен. Кімнің басына 40 түнде бір рет болса да бәле, кесел, кесапат, не қайғы түспесе, Алланың алдында ол кісінің ешбір жақсылығы жоқ деп айтылған. Алла тағала былай деген бір хадисте: кім менің тағдырыма разы болмаса және мен берген нығметтерге шүкір қылмаса, өзіне менен басқа құдай іздесін деп айтқан.